Так, қазір менде көрініп тұр ғой, иә? Мына жерде. Көріп тұрсыздар ма? Браузерда. Иә. Так, Махамбет мырза бірінші болып жіберді. Үй жұмысы бізде үй жұмысы бойынша екі макет жасау керекпіз, иә? Бір сайтқа. Ол бізде веб немесе компьютерге арналған версиясы, макет, және мобильный телефонға арналған версия. Барлығы бір қатарда болып қалды, бір баған. Так, кодты ашып қараймыз. Бірінші индекс HTML-дан қараймыз барлығы. Так, барлығы бір уровеньде тұр, әдемі, мысалдағыдай. Енді ішінде қарайтын болсақ, контейнер таптық, түстері берген, nav деді. Тура соны істедіңіз, иә? Ага. Так, бізде қазір моменту. Так. Ага. Так, ладно, супер. Үй жұмысы тура мысалдағыдай жасапсыз кәдімгідей мына жерде. Хорошо, ол жағы нормально. Бірінші рет жасадыңыз ғой, Махамбет мырза, иә? Өзіңіз қайта-қайта қолды үйретіп. Әлде бір рет жасадыңыз? Мен де тура солай істедім онда. Хорошо, проблема жоқ, негізі. Так, акцент бұл жерде бірнеше жасау керек болды. То есть қайталап, иә? Иә, бірнеше рет істедім. Өзім істедім екіншісін. Супер, супер. Осы ғой ең маңыздысы керегі. Так, template rows. Так, давайте онда сұрақ болсын, мен тест жасаймыз. Бізде мына column деген не? Grid template columns деген не? Жауап бере беріңіздер барлықтарыңыз, кім біледі? Бұл не үшін керек? Мына templates пен rows деген не үшін екеуі? И мына ішіндегі мәні не? FR деген. Размер береміз оғай, бір FR арқылы columns бағандар. Так, мына columns ол бағандар. Мына бағандар ғой? Қанша баған бар бізде сайтта? 4 баған. И FR деген не бізде бұл? FR деген өлшем бірлік. Оның барлығын равномерно бөлу үшін. Экран бойынша. Все, міне толық жауап. Так, rows деген несінде? Екінші. Ол столб қой, короче. Қанша столб бар бізде қазір сайтта? 4 столб. Супер. Хорошо. Так, мен қазір мына жерде сайт бар 2 десем жұмыс істеймін. Уалейкум ассалам. Махамбет мырза енді кірді ма? Иә. Ой, Махамбет мырза, мен сізді мақтап отырсам маяқта. Так, ладно. Сіздің үй жұмысты талқылап кеттік қой же? Қойшы. Ошибка бар ма бір нәрсе, нормально? Жоқ, әдемі, иә. Сіз бірнеше рет жасадыңыз ба? Бірінші рет, иә. Жоқ, бірнеше рет жасадыңыз ба? Бірнеше рет. Жоқ, бір-ақ рет жасадым. Бірнеше рет жасау керек еді. Иә, бірнеше рет қарап жасайсыздар. Екіншіден, Әсел ханым сияқты ештеңеге қарамай бәрін жасау керек. Бұл жерде жаттау ол керек. Бұл қазір практика болады алдыңғы сабақта. Біз адаптивка не жасаймыз? Өзімізді интернет-магазин жасаймыз, бұйырса сол кезде как раз осыны білесіңдер. Қараңдар, достар, мына жерді алып тастау керек еді. Спалился деп па? Қазір 1 минут. Былай қойын. Мен мына жерге сайт бар 2 дедім, иә? Менде қазір приложение жұмыс істей ма? Жоқ, жұмыс істемейді, өйткені сайт бар 2 деген бізде не жоқ, жаңағы. Класс жоқ. Оны жұмыс істеу үшін не істеу керек мен қазір? Класстың атын сайт бар 2 өзіңіз көріп. Қай жерде ол бізде класстың аты? HTML-ден. Или 2-ні алып тастай салу керек? Жоқ, 2-ні қойдым, енді осылай қалаймын, 2-ні қалаймын. Не қай жерде өзгертіп қалады? HTML-ден өзгерту керек бірінші. HTML-да өзгерту керек дейді. HTML-да не өзгертемін? HTML-да сайт бар деген. Классқа атын жазып тұрмын. Сөйтіп? Сосын не істеу керек? CSS-ті сайт бар деген жерден бәрін 2-ні қосу керек. Мына жерде де ме? Иә. Так. Бұл жерде мынау артықшылық болды енді. Өйткені мына класс неймді өзгертпесем де болады мына жерде. Классты өзгертпесем де болады. Бұл тұра берсін. Бұл жерде минимальный. Ең өзгерту керек нәрсе, бұл жерде мынау ғана өзгерту керек. Мына 2 нәрсе бір-бірімен салу керек. Сіз бізге ол туралы айтқан жоқсыз ғой. Мен сіздерге сөйтіп айттым.
мына Да? екі нәрсе, иә, видеоны қараңыздар, мына екі нәрсе, сіздер былай айтқанша былай толық, бірақ мына жерде grid area деген нәрсе, мына sidebar деген мына нәрсемен сәйкес келіп, екі ақ нәрсе сәйкес келіп бірлеріне. Классный деген сөз болған жоқ бұл жерде. Қараңыздар, мына жерде мен sidebar деп жазатын болсам, мына жерде sidebar 2 деп жазу керекпін. Бірақ анау да ошибка емес қой. Қайсы? Мына ма? HTML-ге жазғанда ошибка емес қой. Жоқ, ошибка емес. Бірақ оны бірақ иә, жұмыс шамалы көптеу болады. жоқ, сіздер ошибка емес, сіздер уже айтып жатсыздар, бұны өзгерту үшін 3 жерде өзгерту керек деп жатсыздар. Мен айтып жатырмын, тек қана бір жерде өзгерту керек. Ол мына жерде ғана деп. Сол кезде сіздер уже білініп қалды қай жерде акцент. Короче, мына жерде былай қалдырып қоямыз. Хорошо, ладно, түсінікті. Так, gap деген не оның нәрсе? Арасындағы отстықты. Мен тек қана отстықты бағандардың арасына қойғым келетін болсам, не істеу керек маған? Gap Column. Так, gap, column. Жоқ ондай. Жоқ, Қазір. Так. ой, қалай еді, алдында видеода көрсетіп едіңіз ғой, әрқайсысына қою керек. Керісінше. Column gap, иә? Иә, column gap. Column gap. Иә, Керісінше екен ғой, иә. Иә, керісінше қою керек. Так, хорошо. Мына жерде не жазып жатыр? Мен мына жерде не мынау? Не режим мынау? Мобильный приложение. Экранның размері 620, максимальный, и одан кішкентай болса, осыны орында деп тұр. Хорошо. Не болды? Астында не деген сөз мынау? Не нәрсе мынау? Осы берілген қатар бойынша шығару керек. Бір ғана ряд, бір ғана колонна и 7 ряд болу керек деп тұр. Хорошо. Барлығы бірдей. Дәл өзі. Так, жақсы, әдемі. Так, column 2, footer деді. Мен қазір айтайын деп мынандай нәрсе айтқым келіп тұр. Қазір мына жерде мен екі ғана немесе, жоқ, олай болмайды екен, қазір былай деп. Мен қазір екі main істейін келіп тұр мына жерде. Істей аламын ба? Сұраққа mainді екіге бөлгім келіп тұр. Иә, конечно. Қалай істеймін ол үшін? Main 1, main 2 деп қоятын шығарсыз. Бізде 4 қадам ғой. Получается... Колумн деген жерге ағай бір эфир қосып. Екеу дейсіз ба? Или былай айтайық, немесе мына сайдбарды, мен мына сайдбар деген тұр ғой, соны бір қатарда болсын, сосын одан кейінгі сайдбар, екінші сайдбар, мына екі қатарда алсын деп отырмын. Қалай істеймін оны? Сайдбар екіге бөлдім сайдбарды. Main 2-ке? Иә, сайдбарды екіге бөлдім. Біріншісі ол бір қатарда алады, екінші сайдбар ол екі қатарда біріктіріп алады өзіне. Екеуінде екі түрлі класс болу керек шығар, наверное. Так, бастан бастап жазайық. Мына жерде өзгертемін ба, индексті? HTML-да? Иә, өзгерту керек сияқты. Сайдбардың астына сайдбар 2. Мына жерге 2 беру. Хорошо. Ары қарай не істеу керек? Сосын мына жерде сайдбар ең соңғы последнийға 2 деп жазып шығу керек. Сосын не істеу керек? Сосын сайдбарды копировать етіп, екіншісін қою керек. Аха, сосын қасына соның екіншісіне 2 деп қойып шығу керек. Grid area. Мені көрді, келді. Молодцы, все. Келесі сабаққа өтсек болады оны деп. Так, әдемі, молодцы. Түсіндіңіздер ғой, ұнаған шығар мына сабақ. Вообще күшті негізі, адаптивка бар. Иә, супер екен. Анау 100 VH деген ұзындығынан барлық экранды ал деген сөз екен, иә? Бұл да бір өлшемнің түрі. Барлық экранды ал. FR сияқты. Бұл деген сөз, сізде барлық экранды ал деген сөз. Бізде өлшемнің түрлері бар. Оның барлығы жаңа пикселдер. Что-то түрлерін қашан өтеміз? Что-то түрлері көп та. Өтіп отырып пиксель өтіп. Кеше комментарийға жазып еді, что-то ответ болмады. 100 VH сұрап едім, 100 VH, 1 VH 9 PX-ке тем ба, сондай бір нәрсе. Біз бір не? Google-дан қарасам. Бір вот это VH. Жоқ, Виктор Хота. Ол деген сөз, мысалы, менде қазір қараңыздар, мысалы, мына мен ашатын болсам, мына сайтты ашайын, өздеріңіз.
қарап тұрғанда хейт деген сөз ол мына жерден басталады, мына жерден басталады да, и мына жерге дейін бітеді сайттың несі. Скролл бар екен даже. Осы менің макбукпен отырмын. Макбукта менде диагонал кішкентай. Мен егер де жаңағы монитормен отыратын болсам, үлкен монитор, ол кезде оның хейті басқаша болады. То есть әр кезде әртүрлі. Ол сіздің монитордың диагоналімен байланысты өзгеріп отырады. Мысалы ретінде менің қазір қарасаңыздар, мына жерде ең соңында тұр сол жақта 796 ұзындығы, биіктігі, точнее 796 пиксель. Мен егер просто мынаны қазір кішірейтетін болсам, как будто мен не деп отырмын деп ойлайық, iPad'та де таянтатын болсам, міне 706 болып қалды. Ровно болып қалды, 706 болып қалды. Қарасаңыздар. Сол ол өзгеріп отырады. То есть мына жерде біз жазған нәрсе жаңағы VH деген сөз, virtual не сөз, hate деген сөз. Бұл сіздің мына толық ол 100 VH нең сонда MacBook-тікі ма? Жоқ, 100H деген нәрсе ол 100%-пен бірдей. Просто бұл жерде толық ұзындықты ал деген сөз ғой. Мына толық, точнее, биіктікті ал деген сөз. Толық биіктікті ал сайттың деген сөз ғой. Мына 100. Хорошо, так. Супер, онда біз бүгінгі сабақ бізде бұйырса не туралы болады? Мына бір өзіміздің портфолиомыз бар ғой, портфолиомыз интернет-магазин. Біз соны кішкене талқылаймыз да, сөйтіп сіздер өздерін жасауға кетесіздер. Сөйтіп біз примерно среда күні жолығамыз бұйырса. Среда күні сіздер уже жасап қойыңыздар. Мен кішкене запас беріп жатырмын мына нәрсені жасау үшін. Өйткені мен түсінемін бұған, қазір демалыс бар, көп уақыт кетіп қалуы мүмкін. Өйткені шынымен бұл кішкене күрделілеу. Өйткені қарап тұрсаңыздар, мына жерде веб компьютер арналғаны бар, өзі күрделі. Және мына жерде оның мобильный версиясы бар, қарап тұрсаңыздар. Сол үшін болған сіздерге бір күн немесе 2 күн аз болады деп ойлаймын. Алдында портфолио қарасақ та тоже біз жасадық. Сол үшін средаға дейін жасаймыз. Сосын среда кім жасайды, біртіндеп талқылаймыз. Әрқайсымызбен алдындағыдай. Қалай жасадыңыздар және қалай жасаған дұрыс. Сосын болғаннан кейін, мына жер болғаннан кейін бұйырса мен өзімнің версиясын салып жіберемін. Сонымен салыстырып қарасаңыздар болады. Бірақ сіздерді уже әрқайсымен талқылаған кезде уже түсінікті болады, қалай жасалады деген сияқты. Немесе барынша істеңіздер, бұл жерде барынша өздеріңіз жасауға тырысыңыздар. Хорошо? Біз портфолио жасадық қой, тура сол сияқты қолданылатын білімдер адаптивка, жаңағы максимум адаптивті қолданамыз. Мынандай нәрселер істемей қойсаңыздар болады, күрделі деп ойласаңыздар, мынандай нәрсе қоямын десеңіздер, жасамай қойсаңыздар болады. Бұл жерде ключевой момент сізде жаңағы адаптивка қолданған шаблондарды жасау. 6-20 пиксельдеп қойсақ болады тоже мына жерде максимум. Сіздің сайтқа мына фигмаға қойып қойдым доступты. Осы жерден кіресіздер де, мына жерден қазір тексеріп көріңіздер, кімде доступ бар. Доступ жоқ болатын болса, телеграмма жазамыз. Менде доступ жоқ деп. Мен тексеріп көремін. Әр элементке басу арқылы біз мына жерден оның түсін, түрін, шрифтін аламыз. Қазір сіздерге шрифтті көрсетемін, қалай жұмыс істеу керек. Так, мына жерден бір моментті бәрін ашып тастайын. Что бізде не кликабельный болып қалды өткен элементтер. Серік мырза, осындай сайтқа кіреміз ғой. Қайсысы хедері, қайсысы контент деген қалай түсінуге болады? Бір қарағанда логично. Хорошо, қазір мен оны студенттеріме қойайын басқа. Кім қалай көреді? Мынаны алайық, мысалы мына жерде кім қалай көріп тұр? Хедер қайсысы, футер қайсысы? Например, бәрі хедер ма? We customs үстінде тұрған заттар. Төбесіндегі логотип, мәзір, солар хедер. Қай жерден басталады деп ойлайсыздар? Сол логотип Minufors деген. Сосын? Сол төбедегі полный ақта. Мына жерге дейін ба? Ақты, точнее. Оның бәрі хедер деп ойлайсыз. Иә. Өйткені, қараңыздар, мен сізге подкастқа айтамын. Қай кезде хедер, қай кезде футер, соны ажырату. Егер де мына бір нәрсе, мына бізде ақ тұрған нәрсе, логотип, меню, басқа бір беттерде көрінетін болса, ол сіздің жаңағы хедер деген сөз айтқанда, мысалы қараңыздар, мына жерге көрдіңіздер ғой? Мен қазір деталь деген страница кіретін болсам, мына жерде ол тұр, өзгермеген. Бар логотип тұр, басты мәзір тұр, поиск тұр, и мына жерде қосымша тағы да бір меню бар. Көріп тұрсыңыз, өзгерген жоқ. Сол сияқты футерін қараймыз, футер осындай. Қараймыз, футер 1:2 футер. Мына сайттың футері.
иә. Демек міне осылай қарайсыздар. Егер осы элемент, мына бір элемент барлығы басқа бір сайтта көрінетін болса, ол деген сөз сіздің хедер, немесе астында тур көрінетін болса, ол сайттың футері болды. Сіз жасайсыздар. А мына өзі мына бетке тән нәрсе. Басты бетке тән элементтері, мынаның бэкграунды, категориясы. Футер, например, как обычно қарағанда, не ширинасы үлкен ғой да? И соған хейт берген дұрыс па, әлде керек емес па? Өзі үлкейе береді ме автоматически? Заттарды салғаннан кейін. Негізі хейт беріп керек жоқ. Сіз оны ограничить етесіз. Өйткені мына меню дейтін нәрсе, дальнейшем сіздер не қылады, андай Махамбет мырза ары қарата мына нәрсе ұлғая береді ғой. Алдында бір Әсем ханымда ма біреуінде болды. Өйткені хейт қойып қойды, хейт биіктігін. Ары қарата элемент қосатын болсаңыз, біз өсіп шықпай қалады мына жерден. Сайтыңыз бұзылып қалады, верстка бұзылып қалады. Мысалы келеді да, сіздер динамический сайттарыңыз компания. Бізге тағы да бір 3 пункт қос дейді. Осындай қылады сізде сайтыңыз. Сол үшін бұны байламау керек биіктікпен. Ол үшін есесіне мына жерде сіз паддинг бересіз, мына жерге кішкенше, мына жерден жоғары көріп тұрғандай. Астынан бересіз. Сонда сіздің контентіңіз барынша әдемі көрінеді. Қанша материал салса да, білесіздер ғой. Сосын біз анау байлайтын кездері болады. Всегда емес. Мысалы, қай кезде ұзындық жазу керек, мына кезде ұзындық жазса болады. Өйткені суреттің размері әртүрлі ғой всегда. Қарап тұрсаңыздар, мына жерге жазып тұрсаңыздар болады. Анау сосын ахрепте бізде жаңағы mail to деп жазамыз ғой, чтобы басқа страница, почтаға өту үшін. Сол Gmail болсын, Mail.ru болсын, разница жоқ қой, иә? Вообще разница жоқ. Ешқандай разница жоқ. Қалағанша жаза беріңіз, фантазияңызға не кіреді? Ағай, сосын бұл интернет-магазинді грид арқылы жасаймыз ба? Или там флекс? Жоқ, қараңыздар, былай ажыратайық. Егер де гридтің орны макет жасау үшін барлық гридпен жасап шықсаңыздар болады. Или екеуін арастырсаңыздар да болады. Флекс пен гридті. Или мен флекс пен ғана жасаймын десеңіз де өз еркі бұл жерде. Екеуі бір-бірлерін алмастыратын инструменттер. Соның есте сақтаңыздар. Бірақ жаңағы мен сізге айтып тұрмын, нәрсе біз жасадық қой, Махамбет мырза, мына нәрсені. Қарап тұрсаңыздар, сіздер мына нәрсені жасау үшін неде флексті жасау үшін көп нәрсе істейсіздер. Шыны керек. Мына нәрсені үй жұмыс қылып берейін. Как раз сіздерге үй жұмысы болады, Махамбет мырза сұрап отыр ғой. Разницасын көру үшін мынаны флекспен жасап шығыңыздар барлығын. Осы тура нәрсені. Мына компьютерге арналған версиясы и және мобильный версиясын жасап шығыңыздар немен флекспен. Сосын өздеріңіз сезінесіз бұның разницасы. Мынау флекспен флекс көп сөйлейді екен дейсіз. Флекс көп сөйлейді. Ал гридпен мына жерді қарап тұрсаңыздар, ештеңе өзгерткен жоқ. Мына жерде барлық бір деңгейде тұр. Бірақ CSS-дің ішінде өзіміз қалағанша оларды өзгерттік па. Міне сен мына жақта тұрасың, ана жақта тұрасың. Мен өзім шешем. Көбіне сол үшін айтамын, макет жасау үшін, макет сайт. Макет деген структура сайты. Біз гридті қолданамыз. Ал оның ішіндегі элементтер болатын болса, мына жерге флекс қолдансаңыз болады, мына жерге флекс қолдансаңыз болады, мынаның бәрін флекске салсаңыз болады. Сол грид пен флексті араластырса бола ма деген. Иә, болады. Ешқандай қорқыныш жоқ. Ол бір-бірін араластырып істей беріңіздер. Ол нормально, первый опыт, ол нормально. Главное, так, бізде просто флексті үйрену керек оның бәрін істеп. Сол үшін сайттың негізгі структурасын, негіз қаңқасы мынау нәрсе жасатыңыз, мынау структура деп атайды, контент, сайдбар деп тұр ғой, ол структура. Ал оның ішіндегі элементтерді флекспен жасай беріңіздер. Бірақ гридпен жасасаңыздар болады оның ішіндегі тоже. Мына сіздерде в итоге мынандай нәрсе болады ғой. Жаңағыдай, мына жер кодтағыдай болу керек. Мына жерде тура осындай болып келеді. Контейнер дейді, грид, ары қарай мынау кетеді. Так, болды, осыны жасай бересіздер, бұйырса. Так, біз осыны әрқайсымызбен талқылаймыз. Средадан бастап барынша жасаңыздар. Сіздерге 2 үй жұмысы, қазір мен тағы бір тақырып айтамын. Сіздерге 2 үй жұмысы жазып қоймын мына жерге. Так, бірінші үй жұмысы, мына нәрсені жасағанды бізде макетті. Так, нормально қосылып тұр. Достық бар. Да, супер онда. Аны аламыз да қазір біз кетеміз. Так, үй жұмысы, бірінші үй жұмысы макетті флекске ауыстыру.
Flexbox-қа ауыстыру. Бірінші үй жұмысы бұл. Flexпен жазып шығыңыздар, бұны міндетті ұстап түсіну үшін. Қазір мен айтып жатырмын ғой, осылай деп, бірақ сіздер қазір Flexпен жазған кезде көресіздер, кодыңыз да бәрі ұзарып кетеді. Екінші үй жұмысы бізде мынау нені жасау, өзіміздің интернет-магазинді бастау. Интернет-магазинді жасау. Так, осы үй жұмысы болады. И бізге ссылканы жібереміз мына жерге. И және сабақтың өзінде жіберіп. Так, осы екі үй жұмысы болады сіздерде. Как раз көп уақыт бар. Жасап шығыңыздар барлығын. Енді қазір тағы бір момент қарастырамыз. Бір нәрсе, мына сайтқа шрифт қосу. Көріп тұрғанда бізде қандай шрифт бар? Шрифтті көру үшін жалпы қандай шрифт қолданып тұр сайтта. Кез келген мәтінге басамыз фигмада. Және мына жерден инспект деген разделға кіреміз. Осы жерден бізде мына жерде типография деген сөз бар. Типография. Шрифт жазылып тұратын фонт деген шрифт. Бізде сайтта осы лувка деген шрифт қолданады. Осыны копировать аласыздар да. Ары қарай лувка. Осыны лувка download дейсіздер. Бізде көбіне бұл қайдан келеді? Так, мына жерден іздейміз. Қайсында бізде бар? Google фонт. Ең популярны шрифттардың ресурсы ол Google фонт. Бірінші соның ішінен іздеп көрейік. Бар ма, жоқ па? Іздеп қойып. Осының ішінен іздейміз. Так, фонт деген жерге басамыз да, мына жерге мына лувканы тереміз. Так, бұл шрифт жоқ екен бізде мына сайтта. Біздің Google деген сайтта көп шрифттер болушы еді, мына жерде жоқ. Енді осы шрифтті іздеп шығамыз. Астында тұр ғой лувка фонт family. Иә, қазір мен қарап отырмын. Мен білетін ресурстардан іздеп отырмын да. Көбісі платный болып жүреді бұлардың барлығы. Платный шрифттарда болады, таңғалмаңыздар. Платный шрифттарда болады. Оларға ақша төлейсізді, сатып алып, сіздің сайтыңызға орнатасыз сол шрифтті. Лувка дейді. Бізде жазылуға екен. Көрейік. Г деп жазатын болсам мына жерге. Хайт. Шопинг. Г-сы осында екен, қарасаңыздар. Мына жер салыстыратын болса, міндір Г-сы. Тура осы шрифт бізге керегі. Так, лувка дейді. И мына қарасаңыздар, $100 тұрады ол баға. Шрифт $100 тұрады. Бұл тегін шрифт емес екен, Ужас. Адамдар енді олардың еңбегі енді не айтасыздар. Так, лувканы біз қазір мен ойлаймын, бұны скачать алуға болады тегін жерлерден. Так, лувка, best fonts дейді. Лувка, sans font. Осы сияқты. Көрейікші. Так, мынаны қоямыз. Demo fonts дейді. Так, осыған ұқсайды. Вроде осыған ұқсайды. Енді сайтқа орнатып көреміз. Осыны сайтқа тексеріп көрейік. Бірінші өзіміздің простой приложение ашамыз. Мына жерден CD repos, бір жерден CD loan деген болдық. Еспесем. Қазір біз шрифтті жүктеп қойып сіздерге такой заготовка. И мына жерден бізде код дейміз, осылай жасайық. Мына жерден бізде керегі CD basics дейді. Жоқ, бұл емес бізге. Бізге керегі мына жерден mkd дейміз да. Бізде даже қалай жасайын. Бізде бұл projects деген, баркен projects деген, projects, React, learn дейді. Көрейікші қалай projects деген, не баркен бізде, ештеңе жоқ. Осы жерге біз өзіміздің проект жазсақ болады. mkdir дейміз да, біздікі интернет-магазин. Так, интернет-стор деп атайын. Стор деген интернет-магазин деген сөз. И осы жерден код десем, VS Code ашылады. Так, осы жерден қазір біз өзіміздің шрифтті жүктейміз. HTML, мына жерге style.css, HTML без әдеттегідей, и осы жерге link CSS деп біз стайлды қосып қоямыз. Қосудың бірнеше жолы бар. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мына жерден қарасаңыздар. Қосудың бірнеше жолы бар. Так, мынаны закрыть, мынаны қоямыз. Біздің фигмаға көшеміз. Так, мына жерден жабамыз. И мына таянтатын болсақ, фонд family деген қайда. Так,
фонд family ловка дейді. Қараңыздар, көшірудің бірнеше жолы бар. Фонд импортты терсеңіздер болады. Біз қазір әрқайсымен тоқталамыз. Ол не қалай? Жалпы сайтқа жүктеу үшін мына көріп тұрғанда кез келген шрифттарды поддерживать етпейді браузерлар. Мына жерде бізде керемет диаграмма бар. Кейбір сайттар басқа бір нелерді мынадай форматпен SVG, EOT деген шрифттің форматымен жұмыс істемейді. Мынау шрифттің форматтары қарап тұрсаңыздар. WOF, WOF2, жаттап алыңыздар, TTF, OTF деген осы жиі қолданылатын шрифт түрлері. Егер бір сайттан скачтап алатын болсаңыздар, мына жерін тексеріп шығасыздар өздерінде. Мысалы, менде OTF бар, бұны поддержите ме браузер? Міне OTF деген поддержите қарап шығасыздар. Тағы не бар екен? Экстра түрлері бар. Демек, сіздің шрифтті браузер поддержитеді. Так что оны ойындамайсыздар. Сосын, мына жерде қарасаңыздар, ары қарай жүктеу кетті. Бізде на CSS-те, CSS файлында біз осылай істейміз оны. Өзіміз CSS файлды ашып, font face деген нәрсенің ереже бар. Font face деген нәрсе, бұл жалпы сіздің сайтыңызға шрифт жүктеу үшін қолданылады. Font face деген. Ары қарай сіздің шрифтіңізді сайтта қалай атайсыз? Сайтта сіз оны бұлай атасаңыз болады. Бізде немен бірдей болсын, проекттегімен Лувка. Ары қарай сол біздің шрифттің тұратын жолды көрсету керек. Бізде мына демос деген папканы аламыз да. Мына жерге лақтыра саламыз. Folder. Бұлай жасап, даже копи дейміз. И мына жерге reveal. Мына папканы сояққа көшіру керек бізде. Фонсты. Мына жерге фонс жасамыз. Бізде сайтта шрифт папкасы бар. Осы жерге жүктеп қойасыздар ғой. Жалпы шрифттар болатын болса, сайтқа осындай бір папкаға салып қойасыздар. Мынаның барлығы мына жерде тұрмасын, мына ішінде. Бәрі жиналып, ол кезде сіз шатасып қаласыз и кодыңыз кір болып көріне бастайды. Сол үшін біз отдельный папкаға салып қоямыз барлығын. Енді қараймыз, мына жерде не бар екен, неше түрлі шрифттар бар екен. Надеюсь, істейді деп ойлаймын. Так, bold, light, medium дейді. Так, біз алайықты, бізге керегі түрлері көп, regular делайықшы, regular, осы керек болды. Так, осы жерден біз жол көрсетеміз. Біз қайда орналасқан fonts дейміз де, осы жерден regular десем, fonts. Так, жүктедік, біз өзіміздің фонтымызды жүктедік. Енді біз bodyға font family десем, и осының ішінен love деп жазатын болсам, тексеріп көрейік, браузерда не шықты бізде жалпы. Так, и бізде индексқа бір h1 love деп жазатын болсам. Міне орындалды. Супер. Біргенде біздің шрифт сәтті жүктелді. Оны былай басатын болсаңыз, inspect десеңіздер, мына жерден сіз көресіз. Міне біздің body деген тегтің ішінде біз мынандай бір шрифт орнаттық, лувка деген, және соның ішіндегі барлық элементтер осы шрифтпен жұмыс істейді. H1-ге таянсаңыз, оның ережелері бар, және H1 body'нің ішінде болғаннан кейін осы бір шрифтті алады. Алып тастасақ, басқа шрифт болады. Міне супер, бізде шрифт бар, шрифт дайын. Осылай жүктейсіздер сайтқа шрифтті. Так, мына жер түсінікті ғой? Бірақ тағы бір жолын көрсетейін. Мына бір жол жүктеудің бір жолы. Әрдайым осыны жүктеп тұрмау үшін бізде қарап тұрсаңыздар, жаңа бір мына папкада қанша штука мына жерде? Қанша болды? Бір 10 ба 12 шақты бір шрифттің түрлері бар. Әрқайсының өзінің ережелері бар, оны қолданудың. Бұның барлығын жүктеп тұрмау үшін, жүктесеңіз болады, бүйтіп font family деп былай, font face там деп, лувка, bold, лувка деп істей берсеңіз болады. Бірақ меніңше ең несі қысқа жолы болу керек, болды. Google Fonts'та бізде бар еді. Мысалы Google Fonts былай. Google Fonts Poppins десем, мына жерді ашатын болсам, и осы жерден қайтылды. Так, осы жерден мысал ретінде download family деймін. И Poppins ашатын болсам, Poppins-та, бұл жерде тура сол екен. Poppins-ің
TTF деген бірақ форматы бізде OTF деген формат болды шрифтің. Так, мына жерде бізде icon жоқ емес керек. Так, мынау бір шрифтті алайық. Crop about license. И осы жерде regular дейді. Былай жасайық қазір. Google. Так, link. Неше copies. CSS link. Осылайша. Қазір көреміз бұйырса. Font family. Аха, мына жолы ғой сіздерге айтқан. Қарасаңыздар, мынау кішкене қысқаша жолы бар. Бізде link деген нәрсе бар еді ғой. Линкқа біз link деген атрибут арқылы біз CSS қостық, иә. Біз link деген так мына жерде не дейді. Аха. Так, қарасаңыздар, достар, бізде мынау бірінші қосу жолы. Егер де сіздің шрифтіңіз компьютерде болатын болса, иә, сіздің компьютеріңізде болатын болса, сіз осылай жасайсыз. Фонт деген сияқты, иә. Ал егер осылай жол көрсетесіз шрифтіңіз, ал егер де сіздің шрифтіңіз басқа бір сайтта болатын болса, онда сіз осылай жазасыз. Линк сол хреф дейсіздер, да? Жаңағы неге көрсетесіздер? Сол шрифтке жол көрсетесіздер, да? Ары қарай осындай. Мысалы, CSS сияқты, хреф деген жерге, мына CSS-ке емес, а уже сіз шрифтке көрсетесіз. Қазір мынаны алып тастаймыз. Серпінді, например, да? Қазір мен аяқтап. Сосын бұйырсаң жалғастырамыз қазір. Так, луфка деген қойдық. Мына жерден фонт фамилия алып тастаймыз. И бізде бодиді луфка. Болды, супер. Луфка емес, уже басқа шрифтіні. Көріп тұрсаңыздар, так, мына жерден таянтам. И бізде бұл қандай шрифт еді? Аты Coppins десем. Бұлай жасап көрейін. Font family. Супер, өзгерді. Так, маяқта Font family Coppins. Көріп тұрғанда өзгерді. Біздің неміз шрифтіміз. Болды, осылай жұмыс істейсіздер. Енді бұл қарап тұрсаңыздар, мынандай нәрсе жазған жоқпыз бұл жерде. Font face деген нәрсе, family деп, SRS деп жазған жоқпыз, SRC деп жазған жоқпыз. Біз мына жерден оны сырттан жүктеп алдық шрифтімізді. Және соған просто мына жерде body тегіне жаздық. Біз осы шрифтпен жұмыс істеу үшін осындай ереже орнаттық, Font family деген. Махамбет мырза, бір момент, мен қазір барлығына түсінікті болу үшін сабаққа сала салайын, иә? Бір минут берсеңіз. 58 деп алайын. 57 деп алай берейін. Сайтқа шрифт жүктеу. Иә, сайтқа шрифт жүктеу дедік. Так, шрифт. Локальный жүктеу. Жүктеу. Немесе локальды шрифті. Да, шрифті. Компьютер сайтқа жүктеу. Сайтқа орнату даже. Осылай дейміз да, мына жерге қазір код жазып қойайын. Мына біздің HTML, index.html, ары қарай кететін нәрсе. Style.css деген файл кетеді. Сонда скопировать алайын. Так, мына Coppins-ді ала тұрамыз. Пока. Былай қойып. Былай аламыз да оны. Мына жерден CSS дейміз. Мына біздің локальный жүктеуіміз компьютерде болса керек. Ал егер шрифті басқа сайттан жүктеу. Шрифті басқа сайттан жүктеу. Мына біздің екіншіміз. Index.html осындай болады. Мына жерге index.html бізде мына жерде қате кетіп қалды. Мына жерден бізде мына нәрсе керек емес, егер компьютерде болатын болса. Сабаққа сай шрифт жүктеу. Шрифтпен жұмыс істейтін жұмыс. Компьютер аламыз да. И мына жерге қоя саламыз. Бізде мына басқа бір сайттан болатын болса, осылай жұмыс істейміз да. И оның CSS-ін да жазып қоя салайық керек болар. Так, мынаны былай қоямыз. И мына жерден мынаны тастаймыз да. CSS-ін осындай қысқа болады екен. Так, все.
мынау сіздердің шаблон болсын. Осы жерге қарап жасай беріңдер, сайтқа жүктеу. Так, супер. Мынаны қоя салайын былай. Так, Махамбет мырза, сұрағыңызды қоя беріңіз. Сұрақ просто жаңа шрифтсіз скачать еттіңіз ғой. Просто ана жіберген кезде ол істемей қалуы мүмкін да, жаңа Starbucks как жіберетін сайтыңыз бар еді ғой сізге, домашнее задание. Сол кезде шрифттер істемей қалуы мүмкін да, өйткені компьютерде загружено болғаннан кейін. Компьютерде тұрған зат, иә. Так, сіздің сұрағыңыз егер компьютерде болмаса ма? Жоқ, например, шрифтті жаңа Google-дан скачать еттік, бірінші компьютерге скачать еттіңіз ғой. Потом барып жаңа неге салдыңыз да? Папка. Студия неге салдыңыз да? И сосын домашнее задание жіберген кезде то же самое біз жаңағы сурет нелерді скачать етеміз да, бірақ неге жіберсек бармай қалады да. Қыздардың айтқан істеген түгім загрузить етіп, бірақ онымен так тоже не получилось. Неге дегенде ол StackBlitz команда сайтқа? Иә. Онлайн редактор деп атайықшы, онлайн редактор қиын. Жіберсе істемей қалуы мүмкін деп отырсыз ғой, иә? Ол жерде суреттер жоқ. Иә, түсіндім, сізді түсіндім енді. Суреттерде көрінбейді, шрифтте көрінбейді деп отырсыз ғой жерде. Өйткені платный режим алу өзі. Платный подписка керек. Так, біз қалай істесек болады екен. Мен қазір көрейін, подпискасы қанша тұрады екен. Бұл енді менің қолымда емес, мынау енді кімнің қолындағы нәрселер ғой. Так, Connect Repository дейді, Fork дейді. Мына жерден, мысалы мен жаңағы шрифтті жүктегім келетін десем, бір шрифтті алайық. Мынау қай жерде тұр өзі? Project Store дейді. Бұл жерін тиіспейміз. Так, мына жердегін алып, мына жаққа жүктейтін болсам, жүктелмейді. With paid membership дейді. Платный дейді болсын. Так, мен бұны ойланып көрейін. Жауабым қалай. Сіздер локально жасай беріңіздер компьютерға. Сосын мүмкін сіздер поделиться дейсіздер экран сол кезде. Мен сол кезде бірге қарап, солай жасаймыз. Хорошо? Компьютеріңізді жасай бересіздер. Сосын мен сіздерге доступ беремін. Сол жерден поделиться дейсіздерді экрандарыңызды. Мен сол кезде сіздерге былай айтып тұрам, былай деп. Сол кезде сіз өзіңіз жазып отырасыз ба, или маған доступ бересіз бе, көреміз оны. Солай істесек болады кемі. Ал мен мынаның подпискасын білмеймін қанша тұратын. Қазір көрейін. Бағасы қанша екен? Membership дейді. Бұның бағасы так $825 дейді. Айына алады екен, иә? Қанша? 4000 теңге ғой. 4000 теңгеден дейді. Тоқты sales дейді. Баққа өкіне. Иә, бір әр адам қалады ол. Мен маған емес, сіздер 4000-нен шығарасыздар ол кезде уже, чтобы сіздер фотоларыңызды жүктеу үшін. Не болса да ойындамаңдар, мен жасай беріңіздер. Мен мына сайт болмаса да, бір басқа сайтта табамын деп ойлаймын оны. Оларды да түсіну болады, өйткені сурет ол память үлкен болған сайын біз олардың орнын аламыз хостингтан. Сол үшін оларға не резон, оның бәрі тегін жасауға же. Так, ладно, супер, онда үй жұмысы сіздерге екі үй жұмысы. Біріншісі жаңағы немен жасау, макетті Flexbox-пен жасап шығыңыздар полностью. HTML-да CSS-ні жасасын. Мына интернет-магазинді жасаңыздар тоже. Қарап, мына жерге суретті қойдым. И қазір бір момент. Мен жерге, мына жерге сіздер жүрмеу үшін шрифтті жүктей салайын мына жерге. Так, атты бұның қалайды. Что Poppins-мен седі ғой, вроде. Poppins жатыр. Мынау емес біз керегі. Leaf комасында бұтын. Демо осы. Осы. Вовка. Аты да деймін шрифті. Так, осыны жүктеп алып, орнатасыздар, иә? Мына жерге жібердім, барлық конспекті осы жерден қарап, фонт қалай жүктеу керек, шрифті. Сөйтіп істей бересіздер. Жақсы, онда бұйырса жұмыс толып тұр. Осының бәрін жасаңыздар, средаға дейін, сосын біртіндеп тексеріп шығамыз. Супер. Қалсадан біткеннен кейін не өтеміз, негізі серпімді? Мынау негізі біздің соңғы уроктардың бірі негізі. Бұның өзіне де сіздер бір апта кетіп қалады. Одан кейін біздегі тақырып бойынша басқа тақырыптар қосам, өйткені бізде әлі де мынау бітсе де 11-і осы келесі аптадан бастап. Мына аптаның бәрі осы неге кетеді ғой, интернет-магазин кетеді, прям жақсы істесеңіздер. Одан кейінгі 2 апта қалады бұйырса. Бұл аптада бізде уже такой, может тағы да бір қосымша бірдеңе жасайтын шығармыз, такой мини приложение. Я ойлаймын, 3-ші приложение жасаймыз деп ойлаймын иншалла.
осындай кезде. Өйткені бұл жерде біз көбіне андай қылған, собеске дайындау деген нені алып қойғанбыз біз. Қаласаңыздар, бізде жаңа собеске дайындау деген сабақтар бар еді сол кезде. И сайтқа жүктеу, кстати, бұл жерде біз сайтқа жүктеу береміз. Кәдімгідей сіздер бар ғой, мына портфолио жасайсыздар ғой, өзіңіздің интернет жаңа портфолио жасадыңыздар ғой. Соны біз өзіміздің сайтқа жүктейміз. Кәдімгідей мына стоп көрініп тұру үшін әлемге. Сол бар, сосын жаңағы бір-екі сұрақтар бар, сосын тағы бір проект жасаймыз деп үлгереміз деп ойлаймын тағы да бұйырса. Жақсы. Сұрақ қалды ма басқа? Жоқ, пока сұрақ жоқ. Супер, онда барлығына сәттілік, жақсы демалыс болсын барлығына. Рахмет, сізге де. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.